цифрлық ресурстармен бай. Сондықтан да STEM білім беру маңызды және өзекті мәселе деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей, бүгінгі сіздермен бірге іс тәжірибемді STEM білім беру жүйесін мектеп бағдарламасында кіріктірудің тиімділігі деп алдым. Сіздермен бірге Арал қаласындағы Жарасқан Әбдіраш атындағы нөмір 62-ші мектеп-лицейінің информатика пәні мұғалімі және оқу жөніндегі орынбасары Кекбай Алтынбек Камаланұлы. STEM білім берудің тегізі деп нені айтамыз. Яғни біз STEM-де 4 мағынасы бар: жаратылыстану ғылымдары, инженерия, математика және технология. Балалар өзінің логикасын дамыту барысында тапсырмаларды әртүрлі нақышта орындай алады және өзінің логикалық есте тапсырмаларды орындау мақсатында қандай бір нәтижеге жету үшін STEM бізге өте қажет. Сондықтан STEM-нің білім беруде басты мақсаты дәстүрлі білімге тән практикалық міндеттерді шешудің алшақтығын еңсеру және оқушыларға түсінікті оқу пәндері арасында байланысты орнату болып келеді. Сондықтан экономика жағдайында кәсіби қызметке сапалы дайындау үшін әмбебап үлгі ретінде қарастыру мүмкін деп жорамалданады. STEM білім артықшылықтары мынаған келіп туындырады: пәндер бойынша байланысы, кәсіптік байланыс, өз күшіне сенімділігі арттыру, техникалық пәндік қызығушылықтары және де әрбір пәнге деген мамандық таңдауға деген көзқараста STEM білім беру жүйесі өте қолайлы болып есептеледі. Енді STEM білім беру жүйесі біздің мектебіміздегі қандай пәндерді қамтиды? Математика, физика, информатика, технология, кәсіптік графика, химия, биология пәндерін қамтып отыр. Сондықтан да STEM-де бойынша осы тәжірибені жасау үшін біздің мектебімізде 6 мұғалім STEM бағдарламасы бойынша курстан өткен. Және жыл бойы ол кісілер әртүрлі курстарды мектепте үйірмелерді жүргізіп отырады. Ол пән бойынша біз әртүрлі мұғалімдерге тапсырма береміз. Сол бойынша оқушыларды STEM бағдарламасы бойынша мамандыққа баулуға алып келеді. Сонымен бірге STEM білім беру жүйесі бойынша облысымызда Қорқыт атындағы Қызылорда университеті жаратылыстану институтымен бірге STEM-нің білім беру жүйесі мектеп бағдарламасында жүзеге асыру үшін ынтымақтастық пен серіктестік қатынастыруға келісімшарт құрды. Осы мақсатта біздің мұғалімдеріміз халықаралық конференцияларға қатысып іс тәжірибелерін таратты. Сонымен бірге STEM қыздар жобасына 10-шы А сынып оқушысы Әділба Көркем қатысып, өзінің білімін дәлелдей отыра халықаралық деңгейде сертификатқа ие болды. Мен информатика пәні ретінде STEM-ді білім беру жүйесіне енгізу үшін ақылсыз негізде 4 үйірме ашып отырмын. Яғни оны үйірме арқылы оқушылардың шығармашылыққа қабілеттерін арттыру деп іздену тақырыбына қойдым. Өйткені бала әрдайым шығармашылыққа баулу үшін баланы үйірме арқылы, пән арқылы алып келеді. Сондықтан 5-ші сыныпқа ойындар елі, 6-шы, 7-ші сыныпқа робототехника, 8-ші сынып, 9-ші сыныпқа веб және 3-ші модельде 10-шы, 11-ші сыныпқа келіп отырмын. Осы негізде үйірме жұмыстарын жүргізе отыра, менің балам қазақи нақышта ұялы телефондарға, компьютерларға арналған әртүрлі ойындар және әртүрлі модельдер құрып отыр. Яғни біздің қазіргі заманауи өмірімізге еніп кеткен робототехниканы алға жылжыту көп. Қазір біздің мектебімізде механикалық, техникалық, робототехникалық немесе лего конструкторларымен әртүрлі роботтар құрастырып, балалар шығармашылығымен баулып отырмыз. 10-11-ші 3-ті модельдеудеміз, яғни жұмыс жасау барысында инженерия мамандығы бойынша үйлерді, қалаларды, тұрған жерлерді әртүрлі модельде құрастырып, оны скетчап бағдарламамен орнатып отыра, қазіргі таңда принтер арқылы оны жүзеге асырып, қайтадан кеңейтілген көлемде көрсетіп жатырмыз. Сонымен бірге робототехника үйірмелесі арқылы менің оқушыларым республикалық облыстық көлемде өз жұмыстарын көрсетіп, әртүрлі марапаттарға ие болып отыр. Қазіргі таңда IT мамандықта таңдау үшін көбінесе осы робототехниканы қолға алып жатырмыз. Қазақстан бойынша робототехника үйірмелері кез келген мектептерде жүріп жатыр. Бірақ олардың басы қалыптасқан тұрғыда. Біздің мектебімізде лего конструктор арқылы балалардың шығармашылыққа болуы кең көлем алған.
STEM бағдарламасы бойынша тек қана информатика пәнінде емес, бірігіп біз іштегі оқыған мұғалімдер бойы бірігіп тапсырмалар орындаймыз. Физика пәнінен, математика пәнінен, химия пәнінен әртүрлі тапсырмаларды STEM білім беру жүйесіне енгізіп отырмыз. Яғни болашақта STEM білім беру жүйесі арқылы мектеп бағдарламасын қолға алатын болса, яғни біз болашақта IT лицейге айналуымыз мүмкін. Сондықтан біз алдыға жоспар бойынша 2022-23 оқу жылына өз жоспарымызды, мақсатымызды айқындап алдық. Ол үшін біздің мектебіміз болашақта IT лицей болады деп ойлаймын. Өйткені соған біз мұғалімдеріміз бен оқушыларымызды шығармашылыққа баулу арқылы дамытып отырмыз. Жаңа технология тәжірибеде қолданып, педагогтарымыздың лабораториясында, зертханасында STEM-ді кеңінен таратып жатырмыз. Жалпы біздің егер STEM бағдар білім беру жүйесі арқылы IT лицейге ауысатынымызда, онда біз 3 бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Бағдарламалау, модельдеу және роботтық техника. Яғни күтілетін нәтижесінде біздің балаларымыз мамандық таңдауда қиналмайды, шығармашылықпен айналысады. Кез келген пәнге STEM білім бағдарламасын кірістіре отыра логикалық тапсырмалар тез орындайды және де өзіндік өмірге деген қабілеттері, қызығушылығы артады. Сонымен бірге қорыта келе жоғарыда айтылғандардың бәрін қорыта отырып, мектебіміздің STEM білім беру ортасын қалыптастыру қажеттілігін кем дегенде басқа елдер өзекті екенін атап өтуге болады. Қазіргі уақытта инвестор, бизнес, періштелер, бизнес арасында ғылыми инновациялық жобалар қызығушылығы өсу байқалады. Сондықтан біздің мектебімізде STEM білім беру жүйесі енетін болса, біз әрдайым биік белестен көрінер едік. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.